Шуақты таңның бірінде Әлия есімді қыз атасы Бауыржанға қонаққа барады. Бауыржан барлық кәсіптің домкраты болды, ол бәрін жөндейтін. Әлия аулаға кірген кезде оның көзі бірден ескі, бірақ өте ерекше велосипедке түсті. Ол жұлдыздармен және айлармен безендірілген, руль дөңгелегі күн батқан күн сияқты жұмсақ алтын сәулемен жарқырайды. «Ата, бұл қандай велосипед?» деп таң қалды Әлия жақындай келе. «О, мына велосипед», деді Бауыржан жымиып. «Бұл менің көп жыл бұрын жасаған сиқырлы велосипедім. Оған тек жерде ғана емес, бұлттарда да мінуге болады. Бірақ өкінішке орай, ұзақ уақыт бойы бұзылған». Әлия көзін бақырай ашты. «Бұлттарда? Ата, бұл рас па? Біз оны түзете аламыз ба?» Бауыржан сақалын тырнап, «Бауыржан, әрине, егер біз бірге жұмыс жасасақ. Бірақ бұл жай ғана велосипед емес, оны ерекше мұқият және мұқият жөндеу керек». Әлияның бірден іске кіріскісі келді. Ол атасының шеберханасына қуана жүгіріп барып, барлық қажетті құралдарды, бұрауыштарды, кілттерді, май құтысын және тіпті жұлдыздай жарқыраған сиқырлы балғаны әкелді. «Дөңгелектерден бастайық», деп ұсынды атасы велосипедтің жанына отырып. Дөңгелектер велосипедтің аяқтарына ұқсайды. Оларсыз ол қозғала алмайды. Әлия атасы бұрандаларды бұрап, дөңгелектерді шешіп жатқанын мұқият бақылап отырды. Бірақ бір дөңгелегі кептеліп қалды. «Ата, мен оны шеше алмаймын», деді ол сәл ренжіп. «Ештеңе жоқ, немере. Бірге тырысамыз», деп сендірді Бауыржан. «Күш әрқашан ең күшті болуды білдірмейді. Күш бірге жұмыс істеуде». Екеуі дөңгелекті ұстап алып, оны абайлап шешіп алды. Әлия қуанып күлді. «Біз жасадық». «Дұрыс», деп басын изеді ата. «Жалғыз бірдеңе істей алмасаңыз, әрқашан көмек сұрай аласыз. Бұл командалық жұмыс». Олар жұмыстарын жалғастырды. Әлия шынжырды майлап, атасы руль мен қоңырауды тексеріп отырды. Велосипед жақтауындағы жұлдыздарға жеткенде, атасы әр жұлдыз бір сиқырдың бір бөлігі екенін айтты. «Біз заттарға көбірек мән берген сайын, оларға сиқыр соғұрлым көп оралады», деп түсіндірді Бауыржан. «Ал бұл сиқырлы велосипедтерге ғана емес, қарапайым заттарға да қатысты. Сиқырды қалай қайтаруға болады?» деп сұрады Әлия. «Қамқорлық, көңіл бөлу және қуаныш арқылы. Біз бір нәрсені сүйіспеншілікпен жөндеген сайын, біз өмір мен сиқырды осы нәрселерге қайтарамыз», деп жауап берді атасы соңғы жұлдызды бұрап. Олар аяқтаған кезде велосипед қайтадан жарқ етті, бірақ бұл жолы одан да жарқырайды. Әлия оған абайлап отырды да, атасы оған жарқыраған гүлдері бар дулыға берді. «Сиқырлы саяхатқа дайынсың ба?» деп күлімсіреп сұрады ата. «Еп», деді Әлия ұшатынына сенбей. Оның аяғы педальдарға тиген кезде дөңгелектер жарқырай бастады
және велосипед ақырын ауаға көтерілді. Әлия қуанып айқайлады, атасы екеуі биіктей бастағанда. Олар ағаштардың, егістіктердің және тіпті мақта кәмпитіндей үлпілдек көрінетін бұлттардың үстінен ұшып өтті. «Қандай әдемі!» деді Әлия төмен қарап. «Рахмет, ата. Бұл менің өмірімдегі ең жақсы приключение. Бәрі де біздің ұжымның арқасында», дейді ата. «Біз бір-бірімізге көмектескендіктен велосипедті жөндедік. Ал сіз бірге жұмыс істегенде, нәтиже әрқашан осы ұшу сияқты сиқырлы болады». Олар көріністерден ләззат алып, шаштарында ойнаған жылы желді сезініп, ұзақ уақыт ұшып кетті. Ақыры жерге оралған Әлия велосипедінен секіріп түсіп, атасын құшақтап жүгірді. «Енді мен ұқыптылықпен жұмыс істеудің және топ болып жұмыс істеудің қаншалықты маңызды екенін білемін», деді ол атасының қасында. «Сонымен қатар», деп қосты Бауыржан, «егер сіз ғажайыптарға сенсеңіз және жұмыстан қорықпасаңыз, бәрі міндетті түрде орындалады». Содан бері Әлия атасына шеберханада үнемі көмектесетін. Және олар бірдеңені жөндеген сайын, олардың айналасында кішкене сиқыр пайда болды. Ақыр соңында жөндеудегі ең маңызды нәрсе махаббат пен бірге жақсырақ жасауға деген ұмтылыс.